Так, бүгінгі сабақта ендігі новая структура приказ, яғни бұйыру, плюс өнімнің артықшылығы, плюс іс-әрекетке шақыру. Да? Преимущество продукта плюс призыв к действию. Давайте кеттік приказға видео көрейік. Екі пример келтірейін сізге, мне кажется, ол түсінікті. 你干嘛？你看一下，给你小朋友戴的头盔，这个头盔能戴吗？宝宝，这个头盔能不能戴？你看，不能，为什么？因为没有安全保障。对，你看，小孩子都知道没有安全保障，这个头盔不能戴的啊。给你们看一下，哦，天哪！看见没有？根本保护不了头的。来，给你看一下什么叫安全一个头盔。 Далада, бәрі қарап тұр. Аржағында посты халықта қарап тұр. Екеуі де актер ғой енді, бала да актер. Бәрі бұл жерде тоқта дейді. Сен істеп жатсың дейді. Балаңа осындай шлем киіп жүрсеңге, бұндай шлемді тағуға бола ма? Бұл шлем қауіпсіздікке сай емес қой дейді. Баланың өзі де түсінеді. Бұндай шлемді киюге болмайды. Қарашы, мынау басыңды қорғай ала ма? Жаңағыдай ұрып жатыр ғой, соғып жатыр бәрін. Ал енді саған нағыз қауіпсіз шлемді көрсетейін. Қарашы, міне ешқандай мәселе жоқ. Екеуін салыстырып тіпті екі түрлі материалдан жасалған. Балақай, саған қандай шлем керек? Берік сынбайтын шлем керек. Осыны алдым. То есть, короче, басында призыв болды. Тоқтат. Анау далада кетіп бара жатқан адам тоқтатып. Во-первых, это активные действия айттым. Алдында сразу басында бастаған кезде бір қозғалыстан бастаңыз дейді. Ана екеуі де подставной, но все равно өтіп бара жатқан целевой аудиториясының адамдарын алды. То есть баланы алды да, бала самый жанды жері алып, анан мені шлемді неше түрлі образбен сындырды. Темірмен керек па, ана баллонмен керек па сындырып жатыр да. То есть бұл жерде наглядно көрсетті, что ол материал беспонтовый онша емес екен. Сосын өзінің өнімін көрсетті, артықшылығын. Баллонмен ұрды, ана темірмен ұрды, кубалдамен ұрды, сынбайтыны визуально көрсетті. Көп ауызбен сөйлеп айтқан жоқ, конкретно ісімен көрсетті. Если сізде сондай өнім болса, сразу наглядно көрсетіңіз да. Содан кейін іс-әрекетке шақырып, короче, алу үшін мынаны бас, мынаны істе, мынаны ал, мына ссылканы. Ол іс-әрекетке шақыру оңай ғой. Описаниені оқы, плюстан жаз, номеріңді қалдыр, бірдеңе деп жаз, актуалкаға өт деген сияқты, ссылкаға өт, шапка профиля өт, оны келтіріп жаза бересіз. Самое главное, в конце көрсетіп болғаннан кейін шақыруды ұмытпаңыз, иә. Давайте тағы бір пример көрсетіп жіберейін сізге. Тоже орысша вариантын көрсетейін, чтобы только китайский болып кетпесін барлығы. Выбрать свой SPF, если он также тяжело и плотно наносится. Во-первых, хороший SPF должен легко наноситься и быть легкой текстуры. Таким образом, у тебя не будут забиваться поры и не будет эффекта белой маски на лице. Во-вторых, хороший SPF должен не только приятно ощущаться на лице, но и, конечно, защищать тебя от ультрафиолетовых лучей. Очень много SPF, от которых появляется жирный блеск, и они потом растекаются. Из-за этого может пострадать твой макияж. Поэтому обязательно проверяй SPF перед покупкой. Выбрать свой SPF дейді. Өзіңнің SPF-ін лақтырса дейді. Сосын уже преимущество продукттың артықшылығын айтып жатыр. Оны жаққан кезде бетіңде аппақ маска сияқты болып тұрмау керек, жирный блеск болмау керек составында. И, конечно, SPF болғандықтан ол күннен қорғау керек. Жаңағы адаптер не бар ғой, стикер ма не зат, соны жаққан кезде күннен қорғай ма, қорғамай ма, соны да көрсетіп жатыр. То есть преимуществосы не мынау қорғайды ма, қорғамайды деген сияқты. Сондықтан міне біздің продукция, который қорғайды, классно қолданады. Басында стикерді көрсетті ғой, мында қақпағын ашып машинада отырған. Вот соны ана рекламирует. Соны көрсетті, выбирать надо осыны. Бұны алу үшін мне шапка профиля, ссылка или артикул, неважно, Валберс, Каспий ма, қалай сатса да көрсетті. То есть басында сразу приказ берген, выбрать сені. Көбісі біздің вообще адамдар же нравится, когда халыққа ұнайды, когда приказной тонмен айтсаңыз, тоқта, не істеп жатсыз сіз, не жасап жатсыз, мынау дұрыс емес қой деп айтқан кезде адамдар более елең ете қалады, сосын видеоңды до конца тыңдауға дайын тұрады. Десе сен оның бойына байланысты видеоны түсіретін болсаң. Мне кажется, бұл жерде бұл структура прям понятно все. Да? И бұл Қазақстанда да өте популярны ғой, приказбен беруді қатырады ғой бізге. Так что осындай структураны тоже арасында қолдануға болады. Артықшылығын айтқан кезде обязательно курс сатасын ба, товар сатасын ба, услуга сатасын ба, плюстерін прям
түртіп тұрып, каждый мелочына дейін, точкасына дейін айтып шығу керек. Сыртының сертификаты, жана қайдан келеді, қайдан өнімдейді, қалай, қандай каргомен келеді, оны қалай айыруға болады, оригинал ма, не оригинал ма, соның барлығын артықшылығына прям каждый составына дейін салыстырып тұрып айтып берсеңіз, даже оның өзі вообще өнімнің артықшылығын көбірек ауыз толтырғандай айтатын болсаңыз, сізге адам больше сенетін болады. То есть өзіңіздің продукцияңызды екі ақ сөзбен мақтағаннан гөрі, по факту что входит туда, соны толығымен айтып, тестировать етіп, салыстырып, кожада қалай тұрады, материалда қалай тұрады, қалай кетеді, кетпейді, жұтатікіндегі онша еместігін, сенікін күшті екендігін, осы артықшылығының арасына қоса беруге болады, қыздар. Түсінікті ғой, иә? Келесі структурада кездескенше.